Қаниев Ашықбай. Бала кезімізде 1957-64 жылдары Қосшоғыда көрші болдық. Әкесі Алабаз Қани жездеміз болатын. Бұл кісі Ұлы Отан соғысы кезінде жылым бригада болған. Сөзге шешен, қу тілді адам. Адамдарға көп қайырымдылық жасаған. Ашықбай әке жолын жалғастырып, 1956-1963 жылы аралығында бригадир болды. Жұрт бұл кісі туралы шешесінен балықпен бірге туған дейді. Бұл да әкесі сияқты сөзге шешен, ешкімге есесін жібермейтін қарулы адам болды. Ол кезде Қосшоғыда 3 жылым бригадасы болған. Олар Төлепов Бегалы, Берденов Тәжімбет, Қаниев Ашықбай. 1960 жылы Қосшоғы елді мекеніне 25 километр қашықта жатқан Жантақты деген жерде 3 жылым бригадасы 2 күн айнала жылым салады. Бірақ балық мардымсыз. Балық болмаған соң жылымшылар ауылға қайтатын болады. Бригадир Ашықбай көмекшілері Төлепов Әмитке, Әбдіғаниев Базарбайға, Сәдуақас Нұржыбайға айтады: жаңа жылым салған жерлердегі үкілеп тексеріп жүргенде 3 жылымның арасында жылым тартылмай қалған шамалы жерді көрдім. Жылда өздерің білесіңдер, осы жерден 3 жылым майланып қалатын. Барлық балық сол арадағы қалың шалаңға барып тығылып жатыр. Басқа баратын жері жоқ дейді. Алғашқыда жылымшылар оған келіспейді. Кәнігі байғы балықшылар Шерифов Әріп, Жақсылықов Мырзағұл, Ізбасар, Жаңылов Іреев, Құлманов Отаралы, Ахметов Өтепберген жаңа жерге барып, жері қайта тексеріп, Ашықбайдың айтып отырған дұрыс. Барлық балық сондағы шалаңда тығылып жатыр дейді. Салынған жылым мол олжаға кенеліп, Арал теңізінде бұрын соңды болмаған оқиға болады. Салынған жылымның абақтысынан мол балық көрініп, сондайына балық сыймайды. Жылымшылар жылым ауыр салмақтан жыртылып кетеді деп көмекке ауылдағы жылым бригадасын шақырып, екінші қайта сыртына жылым салады. Жылым торына сыймай тулаған сары сазаннан асымдық, сыралғы балық алмаған жақын маңайда адам қалмайды. Сонда жылымнан 500 центнер тек сазан балық шығып, ең жоғарғы көрсеткішке ие болды дейді. Сол жылымда болған Құлпыбай Жолдасбай айтады: мұздың бетін балық басып кетті. Күні түні 2 күн қатарынан балықсыздық деп отыратын. Жүсіпов Қапаш 1935 жылы өмірге келген. Ұялы елді мекеніндегі және Арал теңізіндегі атақты балықшы. 1960 жылы еңбек қызыл ту орденімен марапатталған. 1959 жылдан бастап Қосшоғыда балық аулаумен айналысады. Кеңес өкіметі тұсында 8-ші бесжылдықтың нормасын балық аулаудан 298%-ға орындаған. Бірақ ешкімге еңбегін пұлдамаған. Оған осы себепті социалистік еңбек ері атағы ұсынылып, орнына басқа адам өтіп кеткен. Алып жатқан атақтары көп. Тек солардың ішіне 4-5-еуін атап өтейік. 1967 жылы Қазақстан Республикасының Кәсіподақтары Советінің құрмет грамотасы. 1967 жылы СССР балық шаруашылығы министрінің құрмет грамотасы. 1970 жылы Қазақ СССР балық шаруашылығы министрінің құрмет грамотасы. 1974 жылы СССР балық шаруашылығы министрі мен тамақ өнеркәсібі жұмысшылары кәсіподақ орталық комитетінің құрмет грамотасы. Осылай тізімдері жалғаса береді. Жұрт ол кісі туралы несібесін теңізден берген дейді. Өз қатарлы 4-5 балықшы су айдынына ау салса, Қапаштың ауы майланып қалатын көрінеді. Құрдастары Құрманбек, Нағметулла, Жанзақ, Тәжібай, Қартанбай әдейі оның салған ауының сыртынан қорап
Ау салса да қақпашының ауы балыққа бүгіп қала береді. Несібесін теңізден берген деген осы шығар. Басқа балықшылар қайықты ыққа қарап ағызып ау салса, ол кісінің шарықтығы сондай. Қайықтағы моторды жай оборотқа қойып ау төгеді екен. Теңіз тартылған соң басқа елді мекеніне көшіп келіп, тоған шаруашылығында балықшы болды. Сол кезде шофер болған Қайрат айтады: ұялық Бермақан Байсалбай бар, екеуі мына жерге жылым тартыңдар дейді. Жылымның тартылуын Байсалбай екеуі қадағалап отырады. Айтқан жерлерінен жылым майланып шығады. Екеуі де балықтың қай жерде жатқан, қай жерден жылымның шонтайын шығару керек екені және су астында балықты қай жерде үркіту керек екенін жақсы білетін. Кейде екеуі құрдас болғасын ба, бір-біріменен бәстесіп отыратын.